Қайырлы күн. Мен Ботабаев Қанат Тұңғышбайұлы, өнертану ғылымдарының магистрі. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның оқушысы. Өз баяндамамда қазақ музыка өнеріндегі ұрмалы аспаптардың тарихи және көркемдік рөліне, соның ішінде Нұрғиса Тілендиевтің Махамбет оркестрлік шығармасындағы ұрмалы аспаптардың партиясының маңызын ашып көрсетуге тоқталамын. Қазақтың ұрмалы аспаптары көне дәуірден бастап аңшылық, әскери жорықтарда, ғұрыптық рәсімдерде қолданылған. Алайда тарихи және діни факторлардың әсерінен бұл аспаптар ұзақ уақыт бойы кәсіби музыка кеңістігінде шет қалды. 20 ғасырдың 1930 жылдарының бастап қазақ оркестрінің құрылуы мен ұрмалы аспаптардың оркестр құрамына енгізіліп кәсіби даму жолына түсті. 1970-1980 жылдары ұрмалы аспаптардың жаңғыру ісінде Болат Сарыбаевтың еңбегі айрықша. Музейлік реконструкция мен ғылыми ізденістер нәтижесінде дабыл, дауылпаз, даңғыра сияқты аспаптар қайта жасалып, орындаушылық тәжірибеге енді. Бұл кезең ұрмалы аспаптардың кәсіби деңгейде дамуына серпін берді. Қазақ композиторлар арасында ұрмалы аспаптардың көркемдік мүмкіндігін толық пайдаланған тұлға Нұрғиса Тілендиев. Оның Махамбет оркестрлік поэмасы ұрмалы аспаптардың драматургиялық рөлін айқын көрсеткен бірегей шығарма. Мұнда кіші барабан ат тұяғының дүбірін, дауылпаз соғыс пен қаһармандық рухты, ал тарелка салтанат пен жеңіс идеясын бейнелейді. Ұрмалы аспаптар бұл туындыда тек сүйемелдеуші емес, негізгі образды жасаушы құралға айналған. Аталған шығармалардың орындаушылық қыры да аса күрделі. Жылдам қарқын, үздіксіз ырғақ даму орындаушылардан жоғарғы техникалық дайындықтың және төзімділікті талап етеді. Осы арқылы композитор дәстүрлі қазақ музыкасын европалық оркестрлік ойлау жүйесімен шебер ұштастырып, ұлттық оркестрлік стильдің қалыптасуына жол ашты. Қорытындылай келе, Махамбет шығармасы қазақ музыка өнеріндегі ұрмалы аспаптардың мүмкіндігіне жаңа деңгей көтерген көрнекті туынды. Бұл еңбек ұрмалы аспаптардың тарихи маңызын айқындап қана қоймай, олардың болашақтағы кәсіби дамуына да негіз болады.